Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қытырлап тұратын қаттамамның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең керегі су, тұз және ұн. Ең басты қазіргі бізге керек осы үшеуі. Суымызға тұзымызды салып, ерітіп, ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң ұнымызды бөліп қамырымызды илеп аламыз. Бірден ұндарыңызды салмаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалады. Сондықтан бөліп салсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Қамырымыз дайын болып қалды. Енді оның бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Не үшін? Қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп алу үшін, жайған кезде өзімізге удобно болу үшін. Қаласаңыздар 2-ке бөлсеңіздер болады, қаласаңыздар 3-ке бөлсеңіздер болады. Қаласаңыздар бірден сразу барлығын жайсаңыздар болады. Ал кәнекей бастаймыз. Қазір қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қамырымыз мінекей дайын болып қалды. Оның үстінен ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Жақсылап барлық жеріне жағып аламыз да қамырымызды дөңгелетіп орайтын боламыз. Менің күлшелерім кіші болғандықтан осындай бір орамнан менде 2 штук шықты. Сіздерде, яғни күлшелеріңіз егерде бірден қамырды жаятын болсаңыздар, соның өзінен бөліп алуға болады. Ал менде осылай кіші болғандықтан осының өзінен 2 қаттама шығады. Жалпы осы біз алған мөлшердегі қамырдан 6 штук қаттама шығады. Енді жаңағы сары май жағылған қамырымызды холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Яғни майларымыз қату үшін. Мінекей уже қатып дайын болды. Қатып дайын болған қамырларымызды осылай жайып аламыз да, сосын қызып тұрған табамызға салып пісіріп аламыз. Мінекей қамырларымызды жайып алдық. Енді қызып тұрған майымызға қамырымызды салып пісіріп аламыз. Тез піседі, себебі қытырлап тұратын қаттамамыз қабат болғандықтан тез піседі, күйіп кетпей қасында қарап тұрып тез пісіріп, екі жағын қызартып пісіріп алу керек.
қамырымызды жақсылап осылайынан қызартып пісіріп аламыз. Қамырымыздың көтерілгенін қараңыздар, иә? Әдемі болып борпылдақ болып көтеріліп тұр. Мінекей уже пісіп қалды. Барлығын пісіріп алдық. Енді қазір мінекей қараңыздар, қалай қытырлап тұр, иә? Сіздерге көрсетейін. Өте дәмді, күшті болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің отбасымның сүйіп жақсы көретін қаттама нандарының бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Комментарийға жасап көргеннен кейін отзывтарыңызды жаза кетіңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.